1395 жыл. 2 ғасыр бойы Дешті Қыпшақ даласына үстемдік еткен алып империя өзінің соңғы, ең қаһарлы сынағымен бетпе-бет келді. Оның аты Әмір Темір еді. Темірдің әскерлері жеңілісті білмейтін күш болды. Терек өзені жағасында 100 мыңдаған жауынгердің тағдыры, Ұлы Жібек жолының болашағы, бүтін бір халықтың ертеңі және Тоқтамыс ханның тағдыры таразыға тартылды. Даланың желі жебелердің ысқырығын алып ұшпақ, ал өзен суы батырлардың қанымен қызылға боялмақ. Тарих беттері қанға боялуға дайын еді, себебі Алтын Орданың үкімі дәл осы жерде шығарылмақ. Бұл Терек шайқасының тарихы. Каналға жазылып, өз пікірлеріңізді аямаңыз. Біз оқиғаны басынан бастаймыз. Темір 1391 жылы Құндыршы маңында Тоқтамысты талқандағаннан кейін Алтын Орданың ханы етіп Темір Құтлықты тағайындады және жолай тонаушылық жасап өз иелігіне қайта оралды. Бұл Темірдің Алтын Орданы іштей әлсіретуге бағытталған саяси қадамы еді. Себебі Темір Құтлық Шыңғыс ханның ұрпағы болғанымен Тоқтамысқа қарағанда әлсіз әрі тәжірибесіз еді. Сондықтан оны қуыршақ хан ретінде пайдалану оңай болды. 1392 жылдың тамызында Темір Иранның қалған бөлігін басып алу үшін өзінің 5 жылдық жорығын бастады. Бұл жорықтың негізгі мақсаты Тоқтамыспен шешуші шайқасқа шықпас бұрын өзінің оңтүстік және батыс шекараларын толықтай қауіпсіздендіру және империясының негізін нығайту болатын. Ол Музаффариттер әулетін жойып, Фарс, Шираз және Исфаханды басып алды. Өз шекарасын Парсы Ирагына дейін жеткізді. Исфахан қаласының тұрғындары көтеріліске шыққанда Темір қаланы аяусыз жазалап, 70 мыңнан астам адамның басынан мұнара тұрғызды деген деректер оның қатыгездігінің айқын көрінісі болды. 1393 жылдың тамызында Темір кенеттен жорыққа шығып, Бағдаттағы Сұлтан Ахмет Жалайырды аяқ астынан басты. Ахмет әрең қашып, Мәмлүк сұлтандығын паналады, ал Бағдат ешбір қарсылықсыз алынды. Кезінде Аббасидтер халифатының гүлденген астанасы болған Бағдат бұл уақытта бұрынғы қуатынан айырылып, Жалайыриттердің әлсіз билігінде болғандықтан Темірдің алып әскеріне төтеп бере алмады. Темір қалада небәрі 2 ай болып, кейін шегінді. Ол Бағдатта шағын гарнизон қалдырды. Бірақ бұл шағын гарнизонды Ахмет келесі жылы қуып шықты. 1394 жылы Темір Кавказда болып, Грузияны ойрандады және қысты Алтын Ордамен шекаралас жерде өткізді. Бұл кезге дейін Тоқтамыс күшін қалпына келтіріп, Темірге қарсы одақ құруға тырысты. Ол Алтын Орданың солтүстіктегі сауда жолдарынан түсетін байлық пен өзіне адал көшпелі тайпалардың күшіне сүйенді. Османдармен, Мәмлүктермен, Қара қойлылармен және Жалайыриттермен байланыс орнатты. Бұл мемлекеттердің барлығы Темірдің өсіп келе жатқан империясын өздеріне төнген ортақ қауіп деп санады. Сондықтан олардың мүдделері уақытша бір жерден шықты. Темір мұндай коалицияның құрылуына жол бере алмады. Темірдің қимылын бақылап отырған Тоқтамыс өз әскерін Кавказдың солтүстігіне орналастырды. Екеуі соңғы дипломатиялық әрекет ретінде бір-біріне елші жіберді. Бірақ одан еш нәтиже шықпады. Әмір Темір 1395 жылдың алғашқы айларында далаға аттанды. Бұл жолы ол сәуірде Тоқтамысты Терек өзенінің бойында қуып жетті. Алтын Орда өзеннен өтетін ең жақын өткелдің солтүстік жағалауын бақылауда ұстады. Өткелге шабуыл жасағысы келмеген Темір өзен ағысымен жоғары қарай жүрді. Тоқтамыс 3 күн бойы оның ізінен қалмады.
Үшінші түні темірдің қосынындағы әйелдер мен қызметшілер сауыт киіп, жолды жалғастыра берді. Ал негізгі күш қараңғылықты пайдаланып, тез кері бұрылып, енді күзетсіз қалған өткелден өтіп кетті. Бұл көшпелі халықтардың соғыс өнеріне тән классикалық айла шарғы еді. Жаудың назарын басқа жаққа аударып, күтпеген жерден соққы беру. Тоқтамыс бұл айланы тез аңғарды, бірақ кеш еді. Темірдің әскері 14 сәуір күні кешке олардың жағында сапқа тұрды. Түнгі шабуылдан сақтанған Темір өз лагерінің айналасына ор қазуға бұйрық берді. Тоқтамыстың әскерлері ордың шетінде қақтығысып, музыкалық аспаптарды ойнап, айқайлап, Темірдің әскерін шабуыл болады деген үмітпен ұйықтатпады. Бірақ Тоқтамыс негізгі әскерді кері шегіндіріп, оларға демалыс берді. 15 күні таңертең олар қайта сапқа тұрды. Тағы да орасан зор әскер жинады. Ал Темір қоршауға түсуден сақтанып, артқы шебінің санын арттырды. Шайқасты Тоқтамыс бастады. Оның оң қанаты Темірдің сол жақ артқы шебіне соққы берді. Темір сол қанатқа көмекке келуге бұйрық берді. Содан Алтын Орданың оң қанаты шегінді. Шабуылды жалғастыруға асыққан Темірдің сол қанаты негізгі әскерден бөлініп, жалған шегініске алданып қалды. Қоршауға түскен Темірдің сол қанаты талқандалды. Жауынгерлік тәртіп бұзылды. Темір Тоқтамыс әскерінің өкшелеп қууымен бекіністі лагерге шегінді. Олар әмірді ұстап алуға сәл қалды. Егер сол сәтте Темірдің өзі қолға түссе немесе қаза тапса, бүкіл Азияның тарихы мүлдем басқа арнаға бұрылып кетер еді. Темірдің өзіне қауіп төнгенде оның қолбасшылары жедел әрекет етті. Арбаларды біріктіріп, қолдан жасалған қоршау құрды. Олар әскердің қалған бөлігі қайта жиналғанша орданы ұстап тұрды да, кешке қарай қарсы шабуылға шығып, ордалықтарды түн түскенше кері ығыстырды. Шайқастың бірінші күні осылай аяқталды. Сол түні тәртіп пен сабырлылық қалпына келтіріліп, әскерлер 16 күні таңертең ерте сапқа тұрды. Тоқтамыс әскері шайқасты қайта бастады. Оның сол қанаты Темірдің алдыңғы шебін ығыстырып, көп ұзамай Темірдің оң қанаты да жеңілуге жақын қалды. Бір қолбасшы үлкен қалқандарды жерге қағуға бұйрық берді. Осы бөгеттің артынан Темірдің садақшылары аттан түсіп, жақындап келе жатқан Алтын Орда әскеріне оқ жаудырып, олардың алға жылжуын тоқтатты. Темір оларды өз оққағарларының бірнеше бөлімшесімен күшейтіп, осы оқ жаңбырының астында ордалықтарды кері серпіді. Екінші күн Темір үшін біріншіге қарағанда әлде қайда жақсы аяқталды. Бірақ қарт әмір Тоқтамыстың өзімен тең түсіп жатқанын білді. Сол кеште ол Тоқтамыстың лагеріндегі наразы әмір Ақтауға хабарласып, таңертең опасыздық жасаса сыйақы уәде етті. Ақтау ордадағы ықпалды әмірлердің бірі еді, және оның қол астында үлкен әскер болатын. Таңертең Ақтау ұрыс алаңын тастап кетті. Тоқтамыстың көңілі түсті. Бірақ ол табандылық танытып, қайта сапқа тұрды. Ақтаудың кетуімен оның сол қанаты әлсіреген еді. Бұл опасыздық Тоқтамыс әскерінің жауынгерлік рухын қатты түсіріп жіберді. Тоқтамыстың орталығы мен қанаттарының бәрі Темірге шабуылдады. Бірақ Темір өз күштерін оң жаққа жинап, орданың әлсіреген сол қанатын бұзып өтті. Қатты шайқас жалғасып, Тоқтамыс сол қанатты құтқарып, қоршауға түсуді болдырмауға тырысты. Бірақ бұл күні Темірдің бағы жанды. Жеңілген Тоқтамыс Темірдің тылын мазалау мақсатында бір қолбасшысын Кавказға жіберіп, ұйымдасқан түрде шегінуді жоспарлады. Бұл Тоқтамысқа Темір оның әскерін талқандағанша қашып кетуге уақыт берді. Алайда Тоқтамыс басқа әскер жинай алмай, қалалары
темірдің құдіретті күшінің алдында оқшауланып қалды. Алтын Орданың барлық экономикалық орталықтары Қажы-Тархан, Сарай, Тана және басқалары жыл бойы темірдің қолынан жермен жексен болды, ал олардың байлығын ол Самарқандқа алып кетті. Бұл жай ғана тонаушылық емес, Алтын Орданың экономикалық негізін түбегейлі жоюға бағытталған стратегиялық әрекет еді. Темір Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағын қиратып, сауда керуендерін өз иелігіндегі Самарқан мен Герат арқылы өтуге мәжбүрледі. Мәскеу мен орыс қалалары Темірдің қаһарынан аман қалды. Бірақ Темір 1330 жылдары басталған құрлықтағы сауда жолдарын толығымен жойды. Осы Терек өзеніндегі шайқас Алтын Орданың орталықтанған мемлекет ретіндегі тарихына соңғы шешуші соққы болып саналады. Осыдан кейін Орда ешқашан бұрынғы қалпына келе алмады. Біртіндеп ұсақ хандықтарға ыдырай бастады. Темір таққа қайтадан Темір Құтлықты отырғызып, оның артындағы билікті өз қолбасшысы Едігеге тапсырды. Маңғыт тайпасынан шыққан бұл Едіге би кейіннен Алтын Орданың іс жүзіндегі билеушісіне айналып, Ноғай ордасының негізін қалаған. Қазақ пен Ноғай халықтарының фольклорында аты аңызға айналған тарихи тұлға болды. Оған Литвадағы қашып кеткен Тоқтамыстың ешқашан билікке қайта оралмауын қамтамасыз ету жүктелді.